Как можем, так и флексим. Шымкент как Мексика. Ассалаумағалейкум. Біздегі YouTube каналдағы алғашқы видео, алғашқы проект тұсаукесер деп айтсақ болады. Бұл жерде біз көрсетейін деп жатқан жоба Сәулет Групп компаниясы, өздеріңіз білесіздер, Instagram парақшасында бір емес бірнеше қаншама үйлердің жобасын барып түсірдік, сол үйлердің жобасын сыздық, сіздерге жарияладық, таныстырдық, көрсеттік. Бірақ бұл ерекше болмақшы бұл формат, себебі біз тура осы үйдің тарихын нөлден бастап аяқталғанға дейін толық сіздермен бөлісіп көрсетеміз. Дәл қазір бізде участоктың арғы бетіндегі төрінде орналасқан хозблок, яғни сыртқы әжетхана, барбекю зонамыз, тех помещениеміз, мастерскойымыз, тапсырыс берушінің талабы бойынша қандай қажет дүниелер болды, соның барлығы ескеріліп, жобаланған алғашқы құрылыстың опалубкілері, подушкасы құйылып, опалубкасы қойылып, қазір жұмысы жүріп жатыр. Себебі біз үй түсетін аумақ алдында болған екен, бұл жаққа доступ жабылып қалады алдағы уақытта. Сол үшін біз осыдан бірінші бастадық. Жалпы біздің сіздермен бөлісейін деп тұрған үйдің көлемі 16-ға 16-ны құрайды, және де біз әдейіге барлық сұраққа жауап бере алатындай толыққанды бір қабатты қамтитын, және де жартылай мансардный этаж ретінде қамтылған жобаны таңдадық. Жалпы үйдің формасына, стилистикасына тоқталатын болсақ, өздеріңіз көріп тұрсыздар, фасады нестандартный. Біз осы уақытқа дейін өзіміздің парақшада бір қабатты, екі қабатты, мансардный және стилистикаға келетін болсақ, неоклассика, классика, рай, прерий, хай-тек, современный стиль, заманауи стильдің барлығын қамтып бөлек-бөлек тоқталдық. Біз бұл үйдің құрылысын нөлден бастап біткенге дейін көрсетеміз деп жатқан таңдауымыз осыған тоқталып жатқанның себебі, бұл жерде бізде өздеріңіз көріп тұрсыздар, жаңағы айтып кеткен стильдің барлығы қамтылған. Хай-тек стильде қамтылған, шале стильде қамтылып тұр, скатный, плоский кровляда қамтылып тұр, және де сырт жақтағы қазіргі заманауи клинкер, композитный панель, ең үлкен сұраныстағы болып жатқан панорамный терезе, біз осының барлығын бір жобаға сыйыстырып, әдейіге осы жобаны таңдап отырмыз құрылысын көрсетуге. Себебі алдағы уақытта кез келген адамның өзінің үйіне алдағы жүріп жатқан, болмаса соғам деп жатқан, немесе соғып қойған үйінде болған сұрақтарды осы жерде болатынына сенімдеміз, соларға тоқталып өтетін боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, үйдің формасы бізде G-образный, G буквасын қайталап тұр, және де тауды елестетеді. Сол себепті біз бұл үйдің атауын Эверест деп қойдық. Осы Эверест үйіміздің құрылысын толық бізбен бірге тамашалаңыздар. Алдағы уақытта әр этапқа бөлек-бөлек тоқталамыз. Біздің бұл фасад толыққанды тапсырыс берушінің көңілінен шыққан, толық осыны ұнатты, және де құрылысты осы бойынша бітіруге біз барымыз салатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, сұрақтарыңыз болатын болса жазыңыздар. Енді құрылыстың басында ары қарай жалғастырайық. Жалпы сіз өзіңіздің үйіңіздің құрылысы кезінде қандай қиындықтар болды, қандай сұрақтар болды, шешілмей қалған қандай мәселе болды? Мен қайтадан құрылыс жасасам, осыны қайтадан туралайтын едім, осы мәселеге толығырақ тоқталатын едім деген сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіз. Біз алдағы уақытта сіз шеше алмаған мәселе біздің үйде осы жобада жолығатын болса, соны отдельно тоқталып, бөлек-бөлек сұрақтарға жауап беретін боламыз. Жалпы бізбен бірге болуға кеңес береміз, себебі бұл ерекше контент. Сол себепті бірге осы үйдің тарихын нөлден бастап біткенге дейін бастан аяқ қадағалап, бастан аяқ бірге болуға шақырамыз. Тапсырыс берушінің ерекше талаптары толық ескерілген осы үйдің құрылысын нөлден бастап толық аяқталғанға дейін бізбен бірге болуға шақырамыз. Сіздермен бірге болған мен, Нұрдәулет Алтен.